Баршаңызға сәлем қыздар, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Арай. Бүгін біз сіздермен бірге крючокпен осындай ерекше сүйкімді понча тоқып үйренетін боламыз. Понча бізде мінекей мынандай мотивтерден құралып тоқылады. Яғни алдымен біз осындай мотивтің тоқылуын үйреніп аламыз. Одан кейін барып осы мотивтерді біріктіріп, пончаның қалған бөліктерін тоқып шығатын боламыз. Размері 3 жастан бастап 5 жасқа дейін, егер кішкентай денелі болатын болса, онда тіпті 6 жасқа дейін келе береді. Себебі бұл пончаның бізде екі жақ шеті жабылмаған, міне осында ашық болып тұрады. Футболка, блузка, жұқа бір кофточкалардың сыртынан киюге арналған. Мына бауды, мысалы, кішкентай қыз болатын болса, бауды түбінен байлайсыздар. Үлкенірек қыз болатын болса, 5 жастағы, 6 жастағы, онда бауды кішкене түбіне дейін апармай, міне осылай да байлауға болады. Бір мотивтің размері 10-да 10. Яғни 3 мотив ол бізде 30 сантиметр болады. Және де биіктігі 3 мотив 30 сантиметр. Ал валан менде 8 сантиметр. Жалпы биіктігі 38 сантиметр. Тоқып бастамас бұрын қыздар міндетті түрде каналыма тіркеліп, жаңа сабақтарды жіберіп алмас үшін қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Бізге қажетті құралдар: тоқыма жібі, мінекей мен осындай түрін қолдандым. Маған өте қатты ұнаған жіп. Теймудан алдым бұны, және осы жіпке менің обзор жасаған видеом бар Инстаграм парақшамда. Ссылкасын описаниеге қалдырып кетем, көрсеңіздер болады. Және де жіпті алатын болсаңыздар, мына жерге фотосын қалдырамын, өздеріңізге скрин жасап алыңыздар. Бір мотоктың салмағы 50 грамм, пончаға маған осындай 4 моток және 5-ші мотоктан кішкене ғана кетті. Артылғаны осы. Жалпы айтқанда 250 грамм жіп қажет болады осындай бір түсте. Ал мына ортасындағы гүлді 30 граммдай ма кішкене ғана жіп кетеді. Бұл менде Alize Angora Gold семлі жібі. Егер сіздер толықтай бір түспен тоқитын болсаңыздар, мысалы былай, онда сол 250 грамм жіптеріңіз сіздерге жетеді. Басқа тағы қандай жіптермен тоқуға болады? Ол үшін мінекей крючоктың размеріне қарайсыздар. 3,5 мм тоқимыз біз пончаны. Осы размерге сәйкес келетін жіңішке келген жіптерді таңдауға кеңес беремін қыздар. Мысал ретінде мінекей мен мотивтарды тоқыдым. Мына 3 жіптің құрамында шерсть жоқ. Жартылай хлопок, 100% хлопок жіптері. Alize Cotton Gold, мынау Yarnard Baby Cotton. Мына жіп менде Alize Bella. Және құрамында шерсть бар. Мына Alize Lana Gold Fine жібі, Alize Angora Gold жібі. Мына жасыл жіп, жаңағы Теймудан алған жіп. Барлығының размері 10 сантиметр. Тек мына Alize Cotton Gold'тікі 10-нан кішкене, бір 2 мм дейме асып кетті. Қалғандары 10 сантиметр. Содан кейін бізге сантиметрлік лента, жіптің ұшын жасыруға ине және қайшы қажет болады. Мотивімізді тоқып бастай қыздар. Столбиктер жақсы көрінуі үшін мен ашық түсті жіпті алдым. Кольцо жасаймыз. Кольцодан жұмыс жібін тартып шығарамыз. Крючокта бізде жұмыс петлясы. Кольцоны кішірейтпейсіздер. 3 воздушная петля тоқимыз. Және кольцоға столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. Воздушная петля, столбик с накидом. Барлығы 8 столбик с накидом тоқуымыз керек. Араларында бір воздушная петлядан болады. Жаңа ең басында біз 3 воздушная петля тоқыдық қой. Сол бізде бірінші столбикті алмастырады қыздар. Мінекей 3 воздушная петля, ол бірінші столбик болады. 2, 3, 4, 5, 6, 7 столбик с накидом. Воздушная петля. 8 столбик с накидом. Воздушная петля міндетті түрде.
кольцоны кішірейтеміз тартып, және қатарды бас жағымен қосамыз. 1, 2, 3 воздушная петлядан дәл ортасынан крючогымызды кіргізіп, жұмыс жібін тартып шығарамыз крючоктағы петляданды. Бірінші қатарымыз дайын болды. Екінші қатар бізде гүл тоқылады. Жіпті үзбейміз, бірден гүл тоқитын жіпті жалғап тоқи береміз. Екі столбиктің арасына крючокты кіргіземіз. Және жіпті тартып шығарамыз. 3 воздушная петля. Бұл бізде столбик с накидом узорын алмастырады. Дәл осының қасына біз енді тағы да 3 столбик с накидом тоқуымыз керек. Сонда барлығы 4 столбик с накидом болады. Неке 4 болды. Енді столбиктардың бастарын қосамыз. Міне крючокты шығарып алдым. Ең бірінші столбиктан жаңағы петлямды тартып шығарамын. 3 воздушная петля тоқимыз. Дәл осы узорды біз 8 рет қайталап тоқуымыз керек. Жіптің ұшын бірге қосып тоқып тастаңыздар. 4 столбик с накидом келесі 2 столбиктің арасына. 1, 2, 3, 4. Крючокты шығарамыз. Ең бірінші столбиктің мына жақ шетіндегі петлясынан қосамыз осылай. 3 воздушная петля. Қайтадан қайталаймыз. 1 гүл, 2 гүл болды ғой. Барлығы 8 гүл болуы керек. Қыздар паузаны басып қойып, әрі қарай өздеріңіз тоқып шығыңыздар. 4 столбик с накидом басын біріктіресіздер. 3 воздушная петля. Бір, екі, үш воздушная петля. Қатарды тоқып болдық. Енді бас жағымен қосамыз. Гүлдің ең жоғарғы петлясы мінеки. 4 столбикті біріктірген кездегі. Сол жерден жұмыс жібін тартып шығарамыз. Оны кесіп тастасаңыздар болады. Енді келесі үшінші қатар осы жіппен жалғастыра береміз. 2 гүлдің арасынан тартып шығардым. 2 воздушная петля. Және қайтадан осы жерге 2 столбик с накидом, бірақ жартылай ғана тоқимыз. Накид іліп алып, жұмыс жібін тартып шығарамыз. Бірінші, екінші петляны ғана тоқимыз. Крючокта 2 петля. Тағы да накид іліп аламыз. Жұмыс жібін тартып шығарып, бірінші, екінші петляны ғана тоқимыз. Крючокта 3 петля. Бізде 3 столбик с накидом жартылай ғана тоқылды. Және сол 3 петляны бірге қосып тоқимыз. 2 воздушная петля. Дәл осы узорды қайталап тоқи береміз енді. Біреуін тоқыдық па, енді қасына екіншісін тоқимыз. Накид іліп аламыз. Жұмыс жібін тартып шығарып, бірінші, екінші петляны ғана тоқимыз. Накид іліп аламыз. Жұмыс жібін тартып шығарып, бірінші, екінші петляны ғана тоқимыз. 2 болды ма? Үшінші рет жасаймыз. Неке. Енді барлық петляларды бірге қосып тоқимыз. Мына жерге 2 рет тоқыдық. 2 воздушная петля міндетті түрде араларына тоқылады. Мұнда да дәл осы 2 узорды қайталап тоқисыздар. Накид іліп алдық. Жұмыс жібін тартып шығардық. Бірінші, екінші петляны тоқимыз. Накид іліп аламыз. Бірінші, екінші петля. Накид іліп аламыз.
бірінші екінші петляны тоқимыз. Үшеу болды ма? Барлық петляны бірге қосамыз. Екі воздушная петля. Мінекей осы узорды әрі қарай паузаны басып қойып, өздеріңіз тоқи беріңіздер. Әр гүлдің арасына екі-екіден тоқып шығасыздар. Накиттелеп аламыз. 1, 2, 3. Неге соңғысын тоқыдым. 2 воздушная петлямен қатарды аяқтаймыз. Үшінші қатарымыз бітті. Қатардың басымен біріктіру керек. Петляға емес, бірден ашық жерден біріктіре берсеңіздер болады. Осылай. Келесі төртінші қатар. 3 воздушная петля. Бұл бізде столбик с накидом узорын алмастырады. Яғни бірінші столбик бұл, я. Жанына тағы да 2 столбик с накидом тоқимыз. Барлығы 3 болады. Келесі ашық жерге тағы да 3 столбик с накидом. 1, 2, 3. Келесі ашық жерге тағы да 3 столбик с накидом. 1, 2, 3 рет тоқыдық, я. Одан кейінгі ашық жерге біз столбиктарды сәл басқаша тоқимыз. Столбик с накидом біріншісі, ал екіншісі және үшіншісі 2 накидті столбик болады. 1, 2 накиттеліп алдық. Жұмыс жібін тартып шығарамыз. Бірінші екінші петляны тоқимыз. Бірінші екінші петляны тоқимыз. Қалған 2 петляны қосып тоқимыз. Міне, столбигіміз ұзын болды. Осылай біз мотивіміздің бұрышын шығарамыз. Тағы да 2 накидті столбик. Неке, барлығы 3 столбик болды. 2 воздушная петля. Енді қайтадан осы жерге дәл осы узорды қайталаймыз. 2 накидті столбик. 1, 2 накидті столбик. 2 және үшіншісі 1 накидті столбик, е? Столбик с накидом. Міне, бұрышы шығып келе жатыр. Енді қайтадан мұна узорды қайталап тоқимыз. Столбик с накидом. 1, 2, 3. 1 рет тоқыдық. 1, 2, 3. 2 рет тоқыдық. 1, 2, 3. 3 рет тоқып шықтық. Енді бұрышын шығарамыз. 1 накидті столбик. 2 накидті столбик. 2 накидті столбик. 3 столбик тоқылды. 2 воздушная петля. Қайтадан осы жерге 2 накидті столбик. 1, 2 накидті столбик. 2 және үшіншісі столбик с накидом. 1 накидті столбик, яғни. Міне екінші бұрыш шықты. Дәл осылай ары қарай өздеріңіз қатардың соңына дейін тоқып шығыңыздар. Столбик с накидом 3-ін тоқисыздар. 1 жерге, 2 жерге, 3 жерге.
Одан кейін келесі міне мына жерге мотивіміздің үшінші бұрышы шығады. Дәл осы узорды қайталап тоқисыздар. Қайтадан қайталаймыз. 1, 2, 3 жерге столбик с накидом узорлары және мотивіміздің төртінші бұрышын шығаратын кезде сіздермен бірге жалғастыратын боламын. Тоқып шықтым. Енді соңғы ашық жерге төртінші бұрышын шығарамын. Столбик с накидом және 2 накидті столбик. Біреу, екеу. 2 воздушная петля. 2 накидті столбик. 2 накидті столбик және соңғы столбигіміз 1 накидті. Қатарды біріктіреміз. Ең бірінші столбиктің жоғарғы петлясынан. 4 қатар тоқыдық және мотивтің 4 бұрышы шықты. Соңғы 5-ші қатар. 3 воздушная петля. Енді мына тұрған әрбір петляға столбик с накидом тоқып шығамыз. Столбик с накидом. Дәл бұрышына келген кезде 2 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2. 2 воздушная петля. Қайтадан осы жерге 2 столбик с накидом. Әрі қарай жалғастырамыз. Әр петляға 1 столбик с накидом тоқи береміз. Паузаны басып қойып, өздеріңіз қатарды соңына дейін тоқып шығыңыздар, қыздар. Әр петляға 1 столбик с накидом. Бұрыш жағына келген кезде 2 столбик с накидом тоқисыздар. 2 воздушная петля. Қайтадан осы жерге 2 столбик с накидом. Одан кейін әр петляға 1 столбиктан тоқып жалғастыра бересіздер. 4-ші бұрышы. Екі столбик с накидом, 2 воздушная петля, 2 столбик с накидом. Ең соңғы столбикті бірінші столбиктің алды жағында тұрған түбіндегі петляға тоқисыздар. Бұл бізде алдыңғы 4-ші қатарды біріктірген петля ғой. Егер сіздер оны қатты татып тастасаңыздар, бұл кішкентай болып көрінбей қалады. Сондықтан да ұмытып кетпей, ол жерге де столбиктарыңызды тоқып, жіпті кесіп, инемен қатарды біріктіретін боламыз. Міндетті түрде осылай жасаңыздар, сонда аккуратны болып шығады. Неке бірінші столбиктің жоғары жағындағы петлясы, соның астынан өткіземіз инені. Жібіміз қай жерден шықты, дәл сол жерге қайтадан кіргіземіз қазір. Неке. Дәл сол петлядан ортасынан кіргіздік және артындағы мына петлядан да өткізесіздер. Сонда бізде осылай аккуратно жабылады. Жіптің ұшын столбиктардың арасына инемен өткізіп жасыра салуға болады.
Неке мотивіміз дайын болды қыздар. Егер де мүмкіндіктеріңіз болып жатса, осындай плакатор ала алсаңыздар, күшті мотивке арналған. Тоқып болғаннан кейін біреуін мысалы үтіктің буымен отпаривать етесіздер да, сол влажный болып тұрған күйінде осылай плакаторға керіп кигізіп қойсаңыздар, бұрыштары шығып, теп-тегіс әдемі болып шығады. Осылай бұрыштары шығып тұрады. Бірақ плакатор болмаса ештеңе етпейді, оны сізақта тоқи беруге болады. Отпаривать еткен соң қолдарыңызбен қатты керіп бұрыштарын шығарып түзеп аласыздар. Так, пончоны тоқуға бізге осындай мотивтен 16 штук керек. Плюс 17-сі оның соңғы қатары сәл басқаша тоқылады. Қазір сіздерге көрсетейін. Төртінші қатарды міне бір бұрышын тарқатып тастадым. Мына үшеуін тарқатамын. Төртінші қатар міне бір бұрышы шықты, екі бұрышы шықты, үшінші бұрышы шықты. Одан кейін мына үшеуіне біз жартылай столбик с накидом тоқимыз. Накид іліп алып, жұмыс жібін тартып шығарамыз. 3 петляны да бірге қосып тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, біреу, екеу, үшеу, біреу, екеу, үшеу. Үш рет тоқыдық па? Енді бұрышын шығарамыз. Бір накидті столбик, екі накидті столбик, тағы да екі накидті столбик. Екі воздушная петля. Қайталаймыз екі накидті столбик. Тағы да біреуі. Және соңғы столбигіміз. Төртінші қатарымыз дайын. Бесінші қатар. 3 воздушная петля. Әр петляға столбик с накидом. Бұл жерін тоқуды білесіздер. Неге қазір осы қатарды тоқып, бір бұрышын шығарасыздар. Екінші бұрышын шығарасыздар. Тік жағын тоқып, үшінші бұрышына келген кезде сіздермен бірге тоқып жалғастырамыз. Бір бұрышы шықты, екі бұрышы шықты. Үшіншісі. Бұрышына 3 столбик с накидом тоқимыз. 1, 2, 3. Неке мына жақ шетіне ешнәрсе тоқымаймыз. Бірден төртінші бұрышын шығарамыз. Неке воздушная петлядан өткізіп бастаймыз. Жұмыс жібін тартып шығардым. 3 воздушная петля. Үшінші бұрышына біз 3 столбик с накидом тоқыдық. Онда да дәл солай. Мына бізде бірінші столбик с накидом болады. Екінші столбик с накидом, үшінші столбик с накидом. Енді қатарды әрі қарай тоқып бітіре саламыз. Ең соңғы столбик мінеке. Бірінші столбиктің түбіндегі петляға мынаған тоқылады.
не үшін бұлай тоқыдық, қараңыздар. Мынау артқы мойын ойығы, міне соны жасаған болатын. Арты квадратный болып тұрғанын, тіп-тік болып тұрғанын қаламадым. Кішкене мойын ойығы болады. Бұл 17-ші мотив. Қалған 16 мотивті өздеріңіз тоқып шығасыздар. Осымен біздің бірінші бөліміміз аяқталды, қыздар. Екінші бөлімге ссылканы мен описаниеге қалдырып кетемін.